Қайырымдылық жасасаң, қайыры өзің көресің. Қостанай облысындағы орман өртінен зардап шеккендерге отандастарымыз жан-жақты қолдау көрсетуде. Жұрт жұмылып, әлеуметтік, материалдық тұрғыдан көмек беріп жатыр. Ізгі істен қалыс қалмай көпке қол үшін созуда еліміздегі іргелі кәсіпорындарда белсенді. Қостанайлықтар үшін қомақты қаржы аударып, өрттен болған шығынның орнын толтыруға өзіндік үлес қосқан мекеменің бірі PTC Holding жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Қайғылы жағдайға бей-жай қарамаған мекеме ұжымы әуелгі сәттен қабырғасы қайысқан жұртқа қол ұшын созудың жолын іздеген. Нәтижесінде тілсіз жаудан зардап шеккен жұрттың басына түскен ауыртпашылықты сейілту үшін қаржылай қолдау білдіріпті. Но пострадали люди. Это семьи, это дети. Адамдар зардап шекті. Қанша отбасы, қанша бала үй-жайсыз қалды. Біз өрт жағдайында барынан айырылған отандастарымыздың тезірек баспаналы болуын қалаймыз. Бұл мақсатта 50 миллион теңге аудардық. Орманды қалпына келтіру көптеген жылдарды қажет етеді. Дегенмен мемлекеттің және біз сияқты кәсіпкерлердің қолдауымен азаматтарымыздың шығынын қалпына келтіре аламыз деп ойлаймын. PTC Holding еліміздің транспорттық логистика саласындағы көшбасшы мекемелердің бірі. 20 жылдан астам уақыт қарқынды жұмыс істеп, бірқатар алыс жақын шетелдердің нарығын бағындырып үлгерген. Қазірдің өзінде орталық Азиядағы ең ірі меншік иесі және теміржолдың жылжымалы құрамының тегеурінді операторы. Мекеме басшылығы мұқтаждар үшін көмек көрсету мұнымен шектелмейтінін айтып отыр. У нас есть какие-то свои программы. Біздің өзіміздің жеке бағдарламамыз бар. Әрдайым бұқаралық спортты дамытуға, әуесқой және кәсіби спорт клубтарының базасын жаңғыртуға қаржы бөліп отырамыз. Сонымен қатар қайырымдылық қорларымен жұмыстарымызды жүйелі түрде жалғастырып келеміз. Ұдайы науқас балалардың еміне көмектесуге тырысамыз. Игі істі қасиет турист санаған холдинг ұжымы қашанда қиналғанға қол ұшын созып, жығылғанға демеу болып келеді. Бұған бірнеше мысал келтіруге болады. Ал бүгінгі амалдар арқылы барша кәсіпкерді игі іске жұмыла атсалысуға шақыруда. Әділжан Бердібеков, Марат Бейсов, Атамекен Бизнес.